Есть штаб. Ура, не берем штаб. Қандаймыз балалар? Біз қандаймыз балалар? Біз қандаймыз балалар? Біз бәріміз қандаймыз? Ал енді танысып өтейік. Әлемнің 7 кереметі. Адамзат тарихында сәулет және мүсін өнері шеберлерінің қолымен жасалған асыл мұралар әлем кереметтерінің саны жетеу. Біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда Вавилонда сәулет өнері жаңа дәрежеге көтерілді. Жақтан келген саяхатшыларға толады. Саяхатшылар әңгімесінің басты тақырыбы патша сарайындағы таңғажайып тамаша аспалы бақ болған. Оны Вавилон патшасы Набухадоносор сүйікті әйелі Семирамидаға арнап салған деседі. Патша әмірімен отырғызылған бұл әсем бақ өз заманында талайды. Таңдайын қақтырып, әлемдегі 7 кереметтің бірі аталды. Біздің дәуірімізге жеткен 7 кереметтің бірі Мысыр, Египет, пирамидалары. Хеопс пирамидасын нағыз керемет десек қателеспейміз. Оның биіктігі 147 метр. Әр қырының ұзындығы 235 метр. Пирамиданың алып жатқан алаңы 25 мың шаршы метр. Көне тарихтың мызғымас куәсі болған пирамидалар уақытысынан өтіп, әлі де талай ұрпақтың тамашалап қарайтын сәулет ескерткіші ретінде қала береді. Көне грек мүсіншісі Фиди биіктігі 17, көз тартатын Зевс мүсінін піл сүйегін алтынмен қиыстырып жасаған. Алтын тақта. Еркін отырған Зевстің қабағы қатулы, жүзі ызғарлы. Бірақ үңіліп қараған адамға көз жанарынан адамдарға деген мейірбандық ұшқындағандай. Кейінірек Зевс мүсінін Грекиядан қалада 100-ге тарта ірі ескерткіштер салынады. Солардың ішінде ең көрнектісі Родос алыбы. Родос тұрғындары күн құдайы Гелиосқа ерекше табынғандықтан, оның бейнесін күміс ақшалардың бетіне салып дәріптеген. Қоладан құйылған алып мүсін күл талқаны шыққан. Әлемнің 7 кереметінің бірі Галикарнас кесенесі. Оны грек еліне белгілі әйгілі қолөнерші мүсіншілер тұрғызған. Кесене 2 қабатты, бірақ айтарлықтай биік болған. Биіктігі 40-45 метрлік кесене көптеген мүсіндермен көркемделген. Көне дәуірде Александрия маягынан Бағдашырақ ірі құрылыс ешбір жерде, ешбір елде бой көтермеген болатын. Тұтас мәрмәр. Тастан қашалған, қалыптан шыққандай қаланған маяктың биіктігі 150 метр болған. Ол өлім мен өмір, от пен оқ арасында жанын шүберекке түйген теңізшілерге үміт шырағында еді. Тастай қараңғы түндерде шексіз теңіз үстіндегілерге талай жол сілтеп бағып берген. Түрлі жерлер екен, ғибадатхана, мешіттер. 7 кереметі, 7 қазынасы деп атаймыз. Келесі видеода 7 керемет көрсетілген болса, қазіргі таңдағы 7 керемет бұл жерде Ұлы Қытай қорғаны. Келесі бұл жерде жаңағы видеода көрсетілген Артемида кесенесі. Бұл жерде Үндістандағы Тадж Махал, яғни бізде мешіт деп айтамыз ғой. Ол жақта да дәл осындай Тадж Махал мешітін салған. Бұл Рио-де-Жанейродағы Иса пайғамбардың кесенесі. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз Вавилон аспалы бағы. Ал мына жерде қандай деп ойлайсыңдар? Көргесіңдер ме осы уақытта? Америка емес, Италиядағы Рим кесенесі. Яғни Al buraya. Kanşayım. Болды, онда
бірінші Wi-Fi деп айтып қойды, иә? Сол себепті бірінші топтан бастаймыз, иә? Қазір мен өзім айтам. Бірінші Раяна сұрағыңды оқы. Тыныш. Тыныш, балалар. Қазақстанның жеті кереметімен бәріміз топпен бірге жұмыс жасаймыз. Егер біткен болсаңдар, тағы береме. Әлемнің алғашқы жеті кереметінің бірі. Бұл бақта Вавилон патшасы Набухаднецар әйелі Аметис патшайымның құрметіне салынған. Медиялық патша қызы Вавилонның шаңдарындағы өз еліндегі елесін орнату үшін осы бақты салдырады. Аспалы бақтың құрылысына патшалықтың көшкін сұлу бейнесі ұрпақтар есінде көмескі тартып, Ассириялық әйел патшасы есімінен астасып сақталған. Сондықтан да аспалы бақты Семирада бағы деп те атайды. Әлемнің 7 және 37 кереметі кітабынан. Математиктер қатысқан. Бірнеше қабаттан тұратын бақтың табытына тас төселіп, оның үстіне қамыс жайылған. Су өтпес үшін қамыс үстінде үшін осы бақты салдырған. Аспалы бақтың құрылысына патшалықтың күш-қуаты жұмылдырылып, тәжірибелі құрылысшылар мен математиктер қатысқан. Бірнеше қабаттан тұратын бақтың табанына тас төселіп, оның үстіне қамыс жайылған. Су өтпес үшін қамыс үстіне асфальт және қақталған қорасан жабылған. Оның үстіне зәулім ағаштың өзі тамыр жайып шығатындай етіп топырақ төгілген. Сонымен видеода не туралы айтылады? Вавилонның аспалы бағы туралы айтылады, иә? Сонымен кім салған екен? Тамақтанады. Патшайым бақтың ең үстіңгі қабатында суын сылдыраған рахаттанған өзар тұсында отырады. Сол өзен Эфрат арқылы каналдар жүйесі арқылы келеді. Патшайымның сұлу бейнесі ұрпақтар есінде мәңгілікке қалды. Ассириялық өнер бақты бейнесімен атастырып, ежелгі әлемнің ең атақты бағы Семирада бағы деп атаған. Келесі барлығымыз орнымыздан тұрып, сергітіп сәтті жасап жүрейік. Бүгін Әлбиге жақсы жауап берді. Өте күшті жауап берді Әмір. Амина да күшті жауап берді. Димаш да күшті жауап берді. Үшінші топ жаңағы пазлдан кейін активность кетіп қалды. Неге? Барлық сұрақтарға барлығын белсене қатысып отырыңдар. Айнелі жақсы жауап берді. Келесі бізде осы мәтін бойынша барлығымыз бургер ойын ойнайық. Ефрат, иә. Бақты басқа да тағы қалай атаған? Бақты тағы да қалай атаған? Аспалы бақты. Ассирия. Жарайсың Айжере, өте жақсы жауап бердің. Жақсы жауап берген балайық, мәтіннен сұрақтар болады, барлығын мұқият ашып жауап беріңдер,
Әр топқа 3 сұрақтан болады. 2 сұрақ бұл. Барлығын топ бойынша жұмыс жасаңдар, я? Барлығын бірге қол біріктіңдер, я? Wi-Fi ма? Wi-Fi, иә. Wi-Fi. Бәрі. Вавилон баба әсерінен Орнынан тұрсың? Біткен топ Wi-Fi дейміз, я? Бізде қазақша секілді тұрады бүгін. Барлығымыздан оқушылардың жасағанын қайталайық, я? Неге? Орнынан тұрып оқы. Орнынан тұрып оқы. Жоқ, сұрағын оқысай. Кімнің құрметіне салыныпты? Аметис кім ол? Патшайым, я? Жарайсың. Бір өте жақсы жауап берді. Тағы үшінші Айзере, я? Айзере сұрағын оқы. Вавилон әлемнің алғашқы рет келбетінің бірі. Ол ғимарат па, әлде музей ма, әлде театр ма? Ғимарат па? Тағы да ойлан. Тақырыптың өзінде жазылып тұр, я? Павильон бізде. Онда барлығына ортақ сұрақ болсыншы, балалар. Павильон бізде ғимарат па, әлде театр ма, әлде музей ма? Әлде бақ па? Бақ, я? Тақырыпта жазылып тұрғандай, аспалы бақ, я? Өте үлкен суретін. Тас, Ахмет, Яссауи, я? Жарайсың. Тағы енді Димаш. Қай болды? Сұрағына басын алып жауап береді. Қамыстармен бірге қоршаған, я? Басын алып. Вавилон баба әсерінен жетіп Келеді, я? Келесі, екінші топ Wi-Fi деп жауап берді, я? Бірінші Аминадан басқа, я? Орнынан тұрып оқы. Еврат дегенде Еврат өзенінің каналдар жүйесі арқылы келеді. Я, ол өзен, я? Каналдар. Ол міне, ол бақ. Сол бақтың құрметіне салды. Жарайсың. Келесі, Аяла. Аяқта жазылып тұр ғой. Тағы. Бізде үшінші топ қалды, я? Бірінші Жанғалиден бастап жауап береміз. Орнынан тұр. Не болып шықты соны? Суреттерге қарасың.
жазғандарыңа байланысты стикер беремін. Саламат. Ne koyuyoruz? Olmadı. Әлі bir қойшы айналайын. Барлығын алдыңдар ғой, Bol bakdı. Кімнің құрметіне салған балалар? Аметист патшайымның, иә? Су өтпеш үшін не істеген? İşte sıra var. Бір минут ойлануға уақыт берді. Бір минут ойлануға уақыт берді. Жоқ, қазір бір минут. Aşağısı var. Sınıftandı. Bir деп айтасың. Ал енді бірінші